Александр Македонский небәрі 32 жыл өмір сүрді. Есесіне ежелгі әлемдегі ең алып империяны құрды. Қазақта және мұсылман әлемінде ол Ескендір Зұлқарнайын деген атпен танымал. 20-дан астам қала тұрғызып, оларды Александрия деп атады. Ал біреуіне сүйікті тұлпарының атын берді. Мүмкіндік болса, неге солай істемеске? Бұл қалам балам. 7 минутта біз сізге Македониядан шыққан Ескендірдің жетістікке жету жолы мен жалғыз жеңілісі туралы айтып береміз. Олимп тауының солтүстігінде орналасқан ірі мемлекет Македония. Онда грек тіліне жақын тілде сөйлеп, грек құдайларына табынатын. Алайда гректер македондықтарды жабайы санайтын. Біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырда гректер бір-бірімен соғысып әлсіреп жатқан тұста Македония патшасы 2-ші Филипп оларды біріктіріп алды. Біреуін сатып алса, енді бірін жеңіп Грекияны патшалығына қосып алды. Ескендір сол 2-ші Филипптің ұлы. Ол бала кезінен ұлы болуды армандады. Анаң кішкентайыңнан Гераклдан тарағаныңды айтып, ал нағыз әкең Зевс деп нандырса ұлы болмағанда қайтесің. Сонымен қатар Ескендір қатаң тәртіпке бағынып өсті. Әкесімен бірге жорықтарға қатысып, төсек орны мен киімдері ұдайы тексеріліп отырды. Тәтті дәмдерден мейлінше алшақ өскен ғой. Сондай-ақ сол заманның ұлы ойшылы Аристотельден тәлім алды. Ескендір шымыр әрі білімді болып өсті. Бірақ ең бастысы ол өте өжет болған. Бірде әкесіне асау ат сыйға беріледі. Оны ешкім бағындыра алмайды. 12 жастағы Ескендір аттың өз көлеңкесінен қорқатынын байқап, сәйгүлікті күнге қарсы бағыттап, жанында бірге жүгіріп отырып қарғып мінеді. Сол кезден бастап тұлпар Ескендірдің сенімді серігіне айналады. Аты Буцефал болатын. Бірде 2-ші Филипп ұлына «Македония сенің тақияңа тар келет, басқа патшалық құр» дейді. Ескендір әкесімен келіседі, бірақ 2-ші Филипп оқыстан қаза болып Грекияны қайта бағындыруына тура келеді. Бірнеше аптада барлық қала беріледі. Қарсыласқан жалғыз Фиваны Ескендір Зұлқарнайынның әскері жермен жексен етеді. 6000 адам қаза тауып, 30.000 құлдыққа сатылады. Ендігіде Ескендірге Грекияда аздық етіп, Азияға көздіге бастайды. Ал Азия мен арадағы аймақта басты қарсылас Персия. Парслар гректер мен македондықтардың ата жауы. Кіші Азиядағы грек қалалары Парсы империясының қол астында болған. Сол себепті де Ескендір Зұлқарнайын халқын Персияға қарсы соғыс ашуға көндіре алды. Алайда Персия Грекия мен Македониядан әлде қайда бай әрі күшті мемлекет еді. Есесіне Македон әскері Сарисса деп аталатын 6 метрлік найзамен мұздай қаруланған және фаланга түрінде сап түзейтін. Яғни 16 қатардан тұратын жауынгерлер шаршы сапқа тізіліп соғысады. Алып кірпі тәрізді әскери шеп қой былай қарағанда. Мұндай шепті бұзу қиынның қиыны. Жауынгерлер де патшасы үшін жанын қиюға даяр. Ескендір жорыққа аттанарда бар байлығын достарына таратып берген деседі. Ал өзіңе не қалдырдың деген сұраққа ол үміт деп жауап беріпті. Ал Персия алып болғанымен ауыз біршілігі жоқ мемлекет еді. 3-ші Дарий патшаның әскері сан алуан ұлттардан құралған. Ал қолбасшылары мемлекеттік мәселелерден гөрі байлықты бірінші орынға қоятын сатраптар еді. Ескендір Зұлқарнайын небәрі 3 ірі шайқаста парсыларды жеңді. Бәрінде де сан жағынан парсылардың әскері басым болды. Барлық шайқаста Ескендір Зұлқарнайын әскерді өзі бастап шықты. Үшеуінде де Персия патшасы 3-ші Дарий ұрыс алаңынан қашып кетті. Бұл майданда әскери шеберліктен гөрі Ескендірдің ерлігі мен әскерін жігерлендіруі маңызды болды. Мұздай қаруланған шебер қолбасшылары бар әскеріне керегі тек мықты көшбасшы болатын. Ескендір бұл соғыста күшпен де, ақылмен де жеңу керек екенін бірден ұқты. Тұтқынға алынған Дарийдің туыстарына құрмет көрсетті. Ескендірдің алдында ұпай жинамақ болған сатрап 5 қашып кеткен Дарийді мерт қылды. Бірақ Ескендір әлгі 5-ті парсылардың өзіне тапсырды. Ескендір Мысырды жаулаған соң жергілікті құдайларға құрбандық шалды. Сол үшін мысырлық абыздар оны Амон құдайының ұлы деп жариялады.
Дарий жеңілген соң Ескендір Сырдарияға дейін жетіп, шекараны сақтардан қорғау үшін бекініс орнатады. Сөйтіп, Ферғана аңғарында шеткі Александрия атты қала бой көтереді. Бірақ сақтар көтеріліс ұйымдастырып, бас көтерді. Соғыс бас аяғы 2 жылға созылады. Ескендір әскері үшін бұл ең ауыр соғыс болды. Ескендір үшін Персияда аздық етіп, жердің жүзін алмақ болып, Үндістанға бағыт. Айтпақшы, Ферғана аңғарына жақын жерден Ескендір өзіне Роксана ханша есімді қалыңдығын кезіктіреді. Ал Үндістанға жеткенде, ол тіпті әскери пілдерден секем алмайды. Солтүстік Үндістанның әміршісін тізе бүктіріп, жорықты ары қарай жалғастырады. Алайда жауын шашын маусымы басталып, Ескендірдің әскері улы жыландарға тап болып, шыбын шақырылады. Патшаның сүйікті аты да мерт болады. Сол жерде Ескендір қала тұрғызып, тұлпарының құрметіне Буцефал деп атайды. Бүгінде бұл Пәкістандағы Джалалпур. Ескендір жорғын жалғастырмақ болады. Бірақ әскері елге қайтуды талап етеді. Қолбасшысының жалынды сөздеріне де бағынбайды. Осылайша Ескендір ешкімге тізе бүкпеді. Өз әскерінен басқа ешкімге. Біздің заманымызға дейінгі 324 жылы ол империясының жаңа астанасы Вавилонға оралады. Ескендір осы кездері күрт өзгереді. Парсыларша киім киіп, аяғына жығылуды талап етеді. Айналасындағылардан күдіктеніп, бірнеше жақын адамын бақилық қылады. Олардың біреуі кезінде Ескендірді ажал аузынан аман алып қалған болатын. 1 жылдан кейін ұлы қолбасшы не уланып, не өкпесі қабынып қайтыс болады. Соңынан бірде-бір тұяқ қалмады. Империя бірден құлады. Есесіне Үндістан мен Орталық Азияға дейінгі жерлерде өмір сүрген халықтар грек тілінде сөйлейтін болды. Бұл эллинизм дәуірінің бастауы еді. Македониядан шыққан Ескендірдің есімі көп халықтың жадында қалды. Ол ірі державаларды күйретті. Ондаған қала салды, грек мәдениетін кеңінен таратты. Көзі тірісінде аңыз адамға айналды. Алайда мына нәрселерді де ұмытпаған жөн. Ескендірдің жорықтарында 100 мыңдаған адам қаза тапты. Қаншама қала күл-талқан болды. Қылышымен жауды да, досты да о дүниеге аттандырды. Дәл осылай Абай өзінің Ескендір атты поэмасында да жырлаған. Сондықтан біреулер Ескендір Зұлқарнайынды даңқты қаһарман десе, енді біреулер оны атақ құмар, қанішер қолбасшы көреді. Бұл қалам балам, роликке бағаңды қойып, арнамызға жазыл. Сонда тарих пен ғылым туралы жаңа шығарылымдарымызды қалт жібермейсің.